Шырақты еш уақытта үрлеп өшірмейді. Болсын ылғи есіңде, шамды үрлеп өшірме. Мұзафар Әлімбаев. Халқымыздың ежелден қалыптасқан күнделікті тұрмыс тіршілігінде қолданылып келе жатқан көптеген әдет-ғұрыптарымыздың, салт-дәстүрлеріміздің, ырым-тыйымдарымыздың және наным-сенімдеріміздің әрі танымдық, әрі тәрбиелік мәні өте зор. Осындай өнегелі тағылымдық, маңызы зор әдет-ғұрыптардың бірі тікелей шырақ ұғымына қатысты айтылатын айрықша атап айтуға болады. Қазіргі кезде шырақ жағу әулиелі және қасиетті орындарда жиі қолданылады. Мұндай киелі орындарда шырақ жағушыны шырақшы деп атайды. Сонымен қатар шырақ жағу көбіне қайтыс болған адамның жетісіне не қырқына дейін жағылады. Шырақ жағу нанымы бойынша қайтыс болған адамның рухы отқа айналып, арулап жерленген орнынан алыс кетпейді деген ұғымды білдіреді. Шырақ сөзі халқымыздың ырым-тыйымдары мен наным-сенімдері бойынша әрі қасиетті, әрі киелі ұғым мағынасында қолданылады. Өйткені шырақ деген сөз жарық, нұр, сәуле, үміт оты және өмір деген сөздермен мағыналас мазмұнда айтылатыны көпшілікке мәлім. Тіпті өзіміздің ет жүрегіміз елжіреп, ерекше еркелететін ұл-қыздарымызға шырағым, жарығым деген сөздерді де жиі қолдану арқылы оларға деген жүрек жылуымызды, алақанымызбен ыстық ықыласымызды арнаймыз. Шырағым, шырақтарым деген қазақ халқының қасиетті ұғымында адамға тән мол мейірім, шаңырақ шапағаты, ақ ниет, ыстық ықылас байқалады. Шырақ, шам, шам-шырақ, шырағдан деген сөздер жарық беру үшін қолданылатын құрал-жабдықтарға қатысты айтылады. Бірақ та қазіргі кезде бұл жабдықтар өте сирек қолданылатынын білеміз. Ал ерте кездерде бұл жабдықтар тұрмысымызда кеңінен қолданылып, олар жайында көптеген ырым-тыйымдар мен наным-сенімдер қалыптасқан. Қазақ халқының біртуар айбынды әрі халық қаһарманы Бауыржан Момышұлы ұлттық тәрбиелердің құнды деректерімен Ұшқан ұя 2008 жылғы құнды кітабында өзі дүниеге келгенде ел қариялары Баукеңнің атасы Имаш қариядан немересіне бата беруін өтінгенде оған атасы елінің тілегі зор еді, шырағы болсын құлыным деп батасын берген екен. Қазақ тілінде тікелей шыраққа қатысты тыйым сөздер, аңыз әңгімелер, қанатты ойлар, даналық нақылдар, теңеу сөздер мен сөз тіркестері көптеп кездеседі. Мысалы, отбасы тату болса, шырағы жанар, шырағың өшпесін, шырағың жанып тұрсын, қыз 40 шырақты, шаңырақтың шырақшысы, қауіпті төндіргенше шырақты сөндірме, көзің шырақтай ашылсын, шырағың сөнбесін, қауіп-қатер төнбесін, шырағың өшпесін, бақытың көшпесін, шырағы бар, артында қалған ұрпағы бар. Шырағы жанды, ұрпағы жалғасып өсіп өнді. Шырағың сөндірмеді, жақсылыққа жолықты, үмітін үзбеді. Шырақ көрмеді, жақсылық көрмеді, көзі ашылмады. Шырағы сөнді, үміті үзілді, өмірден озды. Жақсының үлгісі жанып тұрған шамдай. Туған балаң жақсы болса, тән мен жаның шырағы емес пе, Қазыбек би? Балаң халал болмаса, азаматтар, жігіттер, пайдасы жоқ шырақтың, Шортанбай Қанайұлы. Жақсыдан жаман туса, шам шырағының өшкені. Шам шырақтай жайнамай, ерде бата қалмайсың. Дулат Бабатайұлы. Таппаған сорлы адамнан сөнер шырақ. Абай. Шам отындай лапылдап, жанғандай. Мұхтар Әуезов. Жақсыдан жаман туса, шам шырағының өшкені емес пе? Шырағың жағар ұлысың, ата менен ананың. Ел жұртым сізге айтам, бірлікті бол шырақтар. Көпшілікке жаққан жай, басыңа жаққан шырақ бар. Ешкімнің хақын жемеңдер, артында оның сұрақ бар. Қабылиса бабамыз. Жақсы қызың мәңгі сөнбес шырағың. Шырақ жаққан періштең шегінбесін. Кәкімбек Салықов. Әйелі бар үйдің шырағы сөнбейді, Етен Қарымсақұлы. Намысымның шырағы да желтоқсан, Аманғазы Кәріпжан деп айтылатын ауызекі әңгіме де
жақсы адамның шырақтай айналасына шарапаты тиетінін аңғартады. Халқымыздың көрнекті ақыны Ғұсман Жандыбаевтың өлеңдерінде де шырақ жайлы жағымды жазылған шумақтар көптеп кездеседі. Мысалы, Қызыл шырақ деген 16 шумақтан тұратын өлеңінде: қарайық, жылу шашып шырақ болып, біріміз біріміздің бетімізге, жолында әр адамның бір-бір шырақ, маздасын зұлымдыққа қарсылық боп, дүние бүтіндігін күзетуші, сол шырақ тұра берге мәңгі жанып, татиды қош жанарың мың шыраққа, келемін жырдың шоғын талмай үрлеп, даламда жанған шырақ өшпесе деп, қара түнде қалтырап жанған шырақ, үзілмегің ғұмырың жалған сынақ, және тағы да басқа. Әйтеке би бабамыздың артында қалдырған нақыл сөздерінде де баласы жоқта мият жоқ, бәрінен де сол қиын, түнде жанған шырақ жоқ, артта қалған тұяқ жоқ, шүкіршілік етіңіз деген сөздерінде түнде жанған шырақ жоқ деген ұғым артында өмір жалғастырар ұрпақ жоқ дегенді аңғартып тұр.